Уақытты анықтауды үйренейік. Алдыңызда сағат. Екі тілге назар аударамыз: қысқа тілі және ұзын тілі. Қысқа тілі бізде сағатты көрсетеді, ұзын тілі бізде минутты көрсетеді. Қазір алдыңызда 1 сағат. 1 сағат 00 минут. 12 бізде тәуліктің бастамасы немесе жаңа минуттың бастамасы. Сондықтан 00 деп саналады. Енді мен минуттық тілді жылжытамын. Ал сіздер назар аударыңыздар. Не байқадыңыз? Бізде минут тілі бір айналым жасады. Сонда ғана сағат тілі екінші санға ауысты. Яғни 1 сағат өтті деген сөз. Тағы да назар аударыңыз. Мен минуттық тілді жылжытамын. Минуттық тілі жылжыған кезде сағат тілі, қараңыздар, 3-ке қарай жылжып жатыр. Жақындап жатыр. Енді 12-ге жеткенде бізде қысқа тілі 3-ке көрсетіп жатыр, 3-ке ауысты. Яғни тағы да 1 сағат өтті. Енді бәрін 1 сағатпен біз өлшемейміз. Мысалы, сіздерде сабақ 40 немесе 45 минут жүреді, 1 сағат жүрмейді. Сондықтан 1 сағатты тағы да ұсақ бөліктерге бөлді. Мысалы, сіздер пиццаны немесе пирогты не істейсіздер? Ұсақ бөліктерге бөлесіздер. Тура сол сияқты сағатты бөліктерге бөлді. Ал қандай бөліктерге? Қазір көреміз. Қараңыздар, бізде 12 саны бар, 1 саны бар. Оның арасында мынандай нүктелер бар. Кейбір сағаттарда нүкте емес, мынандай сызықшалар болады. Ал мына сағатта нүктемен белгілеп қойдым. Ендеше санайық. 2 санның арасында неше бөлік бар? 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да тексереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 2 санның арасында 5 бөліктерден бар екен. Сонда 5 минутқа мына жерде бөліп тастапты. Ондай 5-тен қанша бізде? 1 5, екінші 5, ол бізде 10, тағы да 5, ол 15 минут, тағы да 5-ті қосамыз, 20 минут, тағы да 5-ті қосамыз, 25 минут, тағы да 5-ті қосамыз, 30 минут, тағы да 5-ті қосамыз, 35, 40, 45, 50, 55. Мына жерде бізде 60 болады. Оған қоса қайтадан 00 болады. Яғни 12-ге жеткенде 2 санды бірден көрсетеді. 00 ол жаңа сағаттың бастамасы және 60 оның алдындағы сағаттың аяғы. Қазір мысалы бізде 3 сағат. Енді мен минуттық тілді жылжытамын. Қанша болды? 3 сағат 5 минут. Себебі мына жерде 5 минут өтті. Қазір неше сағат? 3 сағат 10 минут. Себебі 5 қосу 5 бізде 10 минут шығады. Тезірек қалай санауға болады? Әр бөлікте 5-5-тен бізде минут. Сондықтан осы 5-ті мына 2-ге көбейтсеңіз бізде 10 болады. Сонда минутты тезірек айту үшін біз мына санды 5-ге жай ғана көбейтеміз. Тағы да жылжытам. Қазір уақыт қанша? 3 сағат 15 минут. 3 пен 5-ті көбейтсеңіз 15 болады, немесе 5-ті 3 рет қосуға болады.
Қазір уақыт қанша? 3 сағат 20 минут. 3 сағат 25 минут. 3 сағат 30 минут. Назар аударыңыз. Тура жартысына келгенде сіздерде қысқа тілі 3 пен 4-тің ортасына жақындады. Яғни 3-тен кетті және де 4-ке енді жақындап жатыр. Сағат қазір қанша? 3 сағат 35 минут. Немесе 3-тен 35 минут кетті. Себебі 3-тен мына тілі кетті. Тағы да үшінші вариант қалай айтуға болады? 4-ке 25 минут қалды. Яғни бізде 4 әлі болған жоқ. Бірақ дегенмен оған жақындап жатыр. Сондықтан қаншалықты жақындады? 25 минут қалды деп айтамыз. Ал неге 25 минут дейміз? Назар аударыңыздар. 4 болу үшін мына ұзын тілі 12-ге жету керек. Сонда 7 мен 12-нің арасында неше минут орналасқан? Санаймыз. 5 минут, тағы да 5-ті қосамыз. 10, тағы да 5-ті қосамыз. 15, тағы да 5-ті қосамыз. 20, тағы 5-ті қоссақ 25. Сонда осы 12-ге жету үшін, 4-ке 4 болу үшін бізде 25 минут әлі алдында қадам бар. Сондықтан айтамыз, немесе 3-тен 35 минут кетті, себебі 3-тен кетті, бірақ 4-ке жеткен жоқ, сондықтан 4-ке 25 минут қалды. Енді уақыт қандай бізде? 3-тен 40 минут кетті. Немесе 4-ке 20 минут қалды. Бұлайша айтқанда 20 қадам қалды. Ал санайық, шынымен 20 ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яғни, немесе 5-5-тен санауға болады. 1, 5, 2-ші 5, 3-ші, 4-ші. 4-ті 5-ке көбейтсеңіз 20 болады. Тағы да жылжытам. Уақыт 3-тен 45 минут кетті. Басынан бастаймыз санау үшін. Ал енді басқаша қалай айтамыз? 4-ке 15 минут қалды. Яғни әлі 15 қадам жасау керек 4 болу үшін. Қазір уақыт неше? 3-тен 50 минут кетті, немесе 4-ке 10 минут қалды. Назар аударыңыз, қысқа тілі 4-ке енді жақындап жатыр, кішкене қалды. Сондықтан 4 әлі болған жоқ. Сондықтан біз айтамыз, 3-тен 55 минут кетті, немесе 4-ке 5 минут қалды. Ал енді 12-ге жеткенде біз айтамыз, енді 4-ке тура жетті. 4 сағат болды дейміз. Тағы да бізде есептерде мысалы мынандай болуы мүмкін. Осындай уақытқа қояйық. Мысалы сіздерге айтады. Қазір 4-тен 15 минут кетті. Осындай жұмысқа, мысалы ыдыс жууға 5 минут кетті. Нешеде бітірді? Сонда сіз санайсыз, 5 минут кетті. Яғни 5 минут алға бізде жылжыды. Сонда 3 пен 4-тің арасында неше минут? 5 минут. Сонда сіз айтасыз, 4:15-те бастады, 4:20-да бітті. Немесе 4:15-те бастады, ол жұмысқа 10 минут кетті. Онда 10 минут деген 5.
Сонда мынандай уақытты көрсету керек. Яғни ыдыс жуды. Ыдысты 15 минутта бастады, 25 минутта бітті. Осындай уақытта. Егер де мысалы бұрын деген ерте, бұрын деген сөздер кездессе есепте, онда есептің мына тілдері артқа қарай жылжу керек. Мысалы, Айгүл қонаққа 4:30-да келді. Жолға 20 минут кетті. Нешеде ол шықты? Яғни қонаққа осы уақытта келді. Бірақ ол ертерек шықты ғой. Ертерек. Сондықтан сіздер артқа қарай санайсыздар. 20 минут. 20 минут дегеніміз ол 5-ті 4 рет өту керек. 1, 5, 2, 5, 10, 15, 20. Ертерек шықты. Сонда нешеде ол шықты? 4-тен 10 минут кеткенде шықты деп сіздер анықтайсыздар. Егер де сіздерде айтса, осы уақытта келді, бірақ 35 минут жолға кетті. 35 минут. Сонда назар аударыңыздар. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Сонда мен мына тілді осыған жылжытамын. Артқа. Себебі ол ертерек шықты. Назар аударыңыз. Сонда қай уақытта ол үйден шықты? Ол ертерек шықты ғой. Сондықтан артқа жылжыдық. Назар аударыңыз. Сағат 4 емес, сағат 3-тен 55 кеткенде шықты. Себебі бізде ұзын тіліміз не істеді? Артқа жылжығанда, осы шекарадан қайтадан артқа жүргенде 3 сағатқа кірді. Яғни 4 сағат әлі болған жоқ, 3 сағат болды, себебі артқа. Осы 12 сіздерде шекара сияқты болу керек. Егер де алға қарай өтсе, келесі сағат болады. Артқа қарай санасаңыз, онда алдындағы болған уақыты болады. Назар аударыңыз тағы да. Егер де мен артқа жылжытсам, қараңыз. Қазір сағат 3. Ерте дегенде, 5 минут ерте дегенде 2 сағат 55 минут, 3 сағат емес. Себебі 3 сағатқа әлі жеткен жоқ. Себебі біз артқа санап жатырмыз.